Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыз дүниетану. Сабақтың тақырыбы адам өміріне ауа райының әсері. Мақсаты ауа райының адам өмірі мен шаруашылыққа тигізер әсері жайлы білемін, табиғаттың қолайсыз және қауіпті құбылыстарын жіктей аламын. Жақсы, олай болса, қайырлы таң достым, қайырлы күн болсын, бейсенбінің сәті сәттілікке толсын. Біздер алар бағымыз кілем бестік аламыз. Бүгінгі күндеріңге сәттілік тілеймін. Құрметті оқушы, сен теледидардан немесе радиодан ауа райын хабарлайтын бағдарламаларды тыңдап көрдің бе? Ондай бағдарламалар не үшін қажет деп ойлайсың? Ауа райы, синоптиктер, метеорологиялық станциялар, ауа температурасы, желдің күші мен бағыттары туралы толығырақ білгің келсе, бейнежазбаны мұқият тыңда. Аға, үйге көбелектер кіріп кетіпті. Вики! Тиме! Біздің Викимен ойнағылары кеп кіріп кеткен шығар. Жарай, ұнаса ойнай берсін. Алматыда аздаған жел тұрады. Күн бұлттанып, жауын шашын болады. Ауаның температурасы күндіз 18-20, түнде 10-12 градус жылы болады. О, бүгін жауын жауады деп жатыр. Ал аспан шайдай ашық. Қазір ашық болғанымен, біраздан соң жауатын шығар. Синоптиктер айтса жауады. Синоптиктер деген кімдер? Синоптиктер деген ауа райын болжаумен айналысатын мамандар. Синоптиктер ауа райын қайдан біледі? Олар метеорологиялық станцияларда ауа райын бақылап отырады. Метеорология деген не? Метеорология аспанды және оның өзгерісін зерттейтін ғылым. Метеорологиялық станция ауа райына бақылау жүргізіп отыратын мекеме. Метеорологиялық станцияларда жұмыс аз шығар. Жауын жауды немесе жауған жоқ деп белгілеп қойса болды. Онда мамандар ауаның температурасын, желдің күші мен бағытын, ауа қысымын, жауын шашын мөлшерін, ауа ылғалдылығын, барлығын өлшеп отырады. Онда жұмыстары өте көп екен. Синоптиктер ауа райын бүгін бақылап отырса, олар алдын ала не боларын қайдан біледі? Жинақтаған мәліметтердің барлығын олар ауа райы картасына түсіреді. Бір тәулікте осындай карталардың 4-еуі жасалады. Сол карталарды салыстыру арқылы салқын немесе жылы ауаның желдің қай бағытта қандай жылдамдықпен қозғалып бара жатқанын, олардан қандай температураны күтуге болатынын, жауын шашынның болу ықтималдылығын анықтайды. Яғни, алдағы тәуліктегі ауа райына болжам жасалады. Синоптиктердің жұмысы өте маңызды екен. Синоптиктер жұмысы ең алдымен ұшқыштарға, теңізшілерге, ауыл шаруашылығы еңбеккерлеріне, көлік жүргізушілеріне көмегін тигізеді. Ауа райын болжап беретін синоптиктердің еңбектеріне рахмет. Айтпақшы, кейбір жануарлар мен жәндіктер де ауа райының құбылуын болжай алатын сезімтал келеді. Енді түсінікті. Жауын жауатынын сезіп, үйге тығылған екен. Қандай ақылды жәндіктер, өздері нағыз синоптиктер сияқты. Міне, тағы бір синоптик ұшып келді. Балалар, ауа райы қандай болады? Ашық, жаңбырлы күн, бұлтты күн болады. Сонымен ауа райының басты қасиеттігі, оның өзгергіштігі. Ауа райы атмосфераның төменгі жер бетіне жақын қабатындағы белгілі жердегі, белгілі уақыттағы жай күйі екен. Тамаша. Ауа райын болжау үшін ауаның температурасын, желдің күшін, аспандағы бұлттың жағдайын, жауын шашынның болатынын анықтайды. Халық арасында
күн қызарып батса, ертеңгі ауа райы ашық жайлы болады деген түсінік бар. Соны үлкендерден сұрап, сырын білуге тырыс. Бұл сенің қолынан келеді. Ауа райы табиғат құбылыстарына байланысты екенін ұмытпа. Халық болжамдары: қарлығаш жоғары ұшса, күн жылы болады, ал төмен ұшса, жаңбыр жауады деген. Жаңбыр жауарда қарғалар ууда шу болады. Құс жүнін үрпитсе, жаңбыр жауады, міне қызық. Шағалақ келсе, сен бұзылады. Жыл құсы қаптап келсе, көктем ерте келеді. Я балалар, қарандаршы, халықтар қалай болжап ауа райын айтқан екен. Керемет балалар. Ал сен ауа райына қатысты тағы қандай халықтық ырымдар білесің? Осы туралы өзің болжап көр. Жақсы балалар, ендеше бүгінгі сабағымызды ойынмен қорытындылайық. Балалар, сабағымызды артығын тап ойынымен қорытындылайық. Артығын тап. Қайсысы артық? Метеорология, синоптик, ауа райы, көкжиек. Қалай ойлайсың? Дұрыс айтасың, көкжиек артық. Жауын, жел, тау, ауа. Қайсы артық деп ойлайсың? Дұрыс. Керемет. Ауа қысымы, ауа ылғалдылығы, қар, ауа температурасы. Я балалар? Дұрыс. Тамаша, ойын сәтті аяқталды. Келесі ойын дұрыс емес деп аталады. Ойынды бастайық. Ауа райын болжаумен айналысатын мамандарды синоптиктер дейміз. Дұрыс па, дұрыс емес па? Әрине дұрыс. Метеорологиялық станция ауа райына бақылау жасап отыратын мекеме. Дұрыс. Синоптиктер жұмысы ең алдымен кеңседе жұмыс істейтіндерге көмегін тигізеді. Я? Керемет. Метеорологиялық станцияда мамандар ауаның температурасын, желдің күші мен бағытын, ауа қысымын, жауын-шашын мөлшерін, ауа ылғалдылығын өлшеп есептеп отырады. Керемет. Кейбір жануарлар мен жәндіктер де ауа райының құбылуын болжай алатын сезімтал келеді. Жарайсың.